армысыздар, ардақты ұстаздар, ата-аналар, қадірлі қонақтар, оқушылар. Бүгін біз бастауыш сыныппен қоштасып, үлкен өмірге аттанғалы отырмыз. Ортада 4-ші А сынып оқушылары. Іңкәр, Санжар, Аиша, Бағлан. Айтжанов Нурислам, Алдаберген Мәриям, Арстан Тимурлан, Ангаров Рамазан, Аликул Мөлдір, Ақай Бағлан, Ануарбек Ансар, Ахмедов Адилхан, Байгара Аида, Дәулетқызы Сабина, Жумадиллаева Индира, Ермек Аиша, Ермек Айшат, Жұмабай Асанәлі, Қадырқұл Аяулым, Қайрат Айша, Нұрмұхамед Жансұлу, Ораз Әміржан, Саушынбек Іңкәр, Сәден Рамазан, Сақай Әлімхан, Серік Жанади, Серік Санжар, Талғат Дінасыл, Тылабек Айдана. Ортада Іңкәр, Санжар, Аиша, Бағлан. Көз салып қараңызшы бойымызға, ортақ боп бүгін түскен ойымызға. Қош келдіңіздер ұстаздар, ата-аналар. Көз салып қараңызшы бойымызға, ортақ боп бүгін өскен ойымызға. Қош келдіңіздер ұстаздар, ата-аналар, бастауышпен қоштасу тойымызға. Бүгін міне жақсы күн жарқыраған, көңілдер қуаныштан жарқыраған. Қоштасатын күн келді бастауышпен, қиындау болып тұрау бүгін маған. Өмірінің құштары гүл, бағбан ұстаз бауыған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн бастауышпен, сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр. Асхана кіріп жаңғысын қабыз, әр бетін әліппенің күле ашқанбыз. Мұғалім сабақ өтіп жатқан кезде қайталап атымызды сұрасқанбыз. Ортада Жанади, Әміржан, Ансар. Мерекенің негізгі мақсаты бастауыш сыныппен қоштасу екендігі барлығымызға аян. Мерекемізге қош келдіңіздер. Сіздер алғашында туған 4-ші А сынып оқушылары. Осыдан 4 жыл бұрын 6 жасар бала болса, бүгін міне ес білген шәкірт және бастауыш сынып түлектері. Көзді ашып жұмғаша 4 жыл зымырап кетті. Бала, осы 4 жылда 3 тілді жақсы меңгердік деп ойлаймын. Олай болса, 3 тілде өлең жолдарын айтып көрейік. Mother, father, sister, brother, hand in hands in one another. Бастауыштан басталады ең алғашқы ұстазым. Воскреснет мир, когда исчезнут войны, найдут себя потерянные души. Сабина, Аяулым, Әлімхан, Рамазан. Балалар, айтыңдаршы, біздің мектебімізге келген қонақтар бір жайлы білгілері келіп отырған шығар. Өзіміз жайлы таныстыра кетсек, артық болмас еді. Иә, балалар, сыныпты 27 оқушы бітіргелі отыр. Оның 14-і қыз, 13-і ұл бала. Оқу озаты 7, екпінді оқушылар 12.
Біздің сынып оқушылары алғыр, көңілді және мейірімді. 4 жыл бойы мыңдаған сабақтар оқылып, ережелер жатталып, есептер шешіліп, ғылыми түсініктер қалыптасты. Шулы да көңілді үзілістер, ренішістер мен қуанышты оқиғалар. 6600 қоңырау соғып, 2904 сабақ өтіппіз. Ортада хор, туған ел. Адилхан, Мөлдір, Дінасыл, Айша. Мектебім білім бере алтын ұям, ер жетіп сендер сөзім ақтарам. Алдыған 4 жыл бойы ата-анамдай, әрқашан қасиетті атым маған. Арада өтсе дағы дүркідеп жол, әр күні балалықтай бір жүрек бол. Өзіңе борыштармын өмір бойы, естіген шәкірдің теті деп біл. Жалпы адамзаттық құндылықтар жеке тұлғаның бойынан өмірге келген сәттен бастап бірге дамиды. Ал жасы ұлғайған сайын өз ортасына сәйкес қалыптасады. Дінасыл, қалай ойлайсың? Рухани байлық дегенді қалай түсінесің? Біздің рухани байлықтарымызды көзіміздің қарашығында сақтауымыз керек. Мәдени мұра, ата-баба дәстүр, дін мен дін, ел мен жер, қасиет пен құрмет. Біз осы қасиетті байлықтарымызды көзіміздің қарашығында сақтауымыз керек. Бастауышта шырқалмаған жыр бар ма? Бастауышта айтылмаған сыр бар ма? Бастауышта алған білім жырларым азық болар мәңгі талай жылдарға. Алдарыңызда ұлдардың рух биі. Şalımda yürüyüşün, yerine takip olsun, ileri senin.
ортаға Әделхан, Мөлдір, Дінасыл. Нұрислам, Мариям, Темірлан, Айдана. Бірінші болып жүздер әні шәкірттерге біздерді ойлап көңіліміз жүдеді де арналады сіздер ұстаздар шын жүректен бүгінгі тілегіде. Өзіне қарайды, таусылмайтын кеңге өзіңді балайды. Талай шәкірт мақтан тұтып өзіңді өмірімнің өзегі деп санайды. Оларға ардақтар дүниені, алтын ұя ақ бозаға киелі, қанат қаққан білім алып өзіңнен, күллі шәкірт саған басын иеді. Қыздар асылар анда тілекті, мұң шалмасын сіздердегі ақ жүректі. Жүріңдер ақылшы боп ортамызда, тілеміз барлықсын ақ тілек. Аиша, Би. La montagne, il vivait par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, pareil n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et part souvent. Il n'est pas
барсын әлі. Біздің жамандығымызды жасырып жақсылығымызды Біздің жамандығымызды жасырып, жақсылығымызды асырып жүрген біздің ата-анамыз. Қатарымыздың теңі болып, табанымыз тоқ, көлігіміз көп болып жүруі де сол кісілердің арқасы. Тек үйреттің әділдікті, адалдықты, жирендік ажыратқан жамандықты, жалғастырар сенің салған ақ жолыңды, бар деп ұққан әрқашанда балаң мықты. Ыстық ауылдың күнге де әке деген, суыққа шалындырмай мапелеген, өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп шетелген. Әр бала өз баласын мейірімді болса екен, жақсы оқып, елге қалаулы азамат болса екен дейді. Халқымызда мынандай бір нақыл сөз бар. Анаңды Меккеге 3 рет арқалап барсаң да, борышыңды өтей алмайсың деген. Алайда ардақты анамыздың ақ сүтін ақтай білгенге не жетсін. Ардақты ана, аяулы ана қымбаттым. Сәбиіңді әлдилеумен тұнқаттың, ақ сүтіңмен дал бойыма нәр бердің, кең құшағың аясында гүл бақтың. Аналар, сіздердің құрметтеріңізге ана монолог. Өмірбек Медина. Аналарды жұмбақ теңіз күн дейміз. Құрғақ сөзге құрамыз-ау ылғи біз. Ыстық асын ішіп алып ананың, айтқан сөзін құлаққа да ілмейміз. Түнде жатсаң өзің үшін алаңдап, кірпік ілмей жататынын білмейміз. Жақсы көрем, жаным ана дегенді, неге осы жиі айтып жүрмейміз. Дәмін алғаш келтірген жан ауыздың, тұңғышынан шомылтырып хауыздың, сөйткен жанды қуанту үшін де керегіне 8-ші наурыздың. Ортада би.
Ортаға Жансылу, Айша, Индира. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға, деп абай атамыз айтқандай, алғаш қолымызға қалам ұстатып, оңымыз бен солымызды танытқан, бізбен бірге қуанып, 42 әріпті танытып, білім нәрімен сусындатқан мектептегі анамыз ұстаз екені бәрімізге мәлім. Балалардың ұстаздарға арналған ән жырларын айтпас бұрын, өз ұстазыма бір өлең жолын арнаймын. Өмірде ата-анаң бауыр қымбат, тай құлақтай бірге өскен достар қымбат. Сусындатып білім беріп үйреткен, ұмытылмас дара тұлға ұстаз қымбат. Әр шәкірттің өз бағасынан кем көрмей, оқуға, жазуға үйреткен мұғалім еңбегі шексіз. Мұғалім мектеп жүрегі деп Ыбырай атамыз бекер айтпаған. Қанаттарын қатайды, биікке самғандар, білім жолы сара жол, ізденіңдер, талмаңдар. Дұрыс айтасың, Айша, ғылым иесі ғалымда, ел қорғаған батырда, тілінен балданған ақында, тегеурін темір бақытқан жұмысшыда, көкті шарлаған ғарышкерде, бәрі ұстаздардан білім мен тәрбие алған. Шәкірттер сіздерді айтып мақтанамыз, бейнеңіз жүректерде сақталады. Біз әлі биіктерден көрінеміз, үміт пен сеніміміз ақталады. Бұл туралы Батыр Бауыржан атамыз болашақтың басшысында, данасында, ғылымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді деген екен. Шөл деген адамға бір жұтым су берген адам жұмаққа барады деген сөз бар. Мұғалім жеткіншек ұрпаққа берген мол білімі, тәлім тәрбиесі, үлкен жүрегі, мейірімі, уыстап жұтқызған өмір шербеті, тіршілік зәмзәмі. Осымен бастауышым бал бұлағым атты кешіміз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін шексіз алғысымызды білдіреміз. Ұстаздардан тәлім алып
Сөз береміз құрметпен өзіңізге, балаларға арналсын тілегіміз. Мектеп директорының құттықтау сөзі. Құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, Замира Қабылбекқызы, мына кеше ғана жаңа өздері мына жат тақпақтарында орындап жатқан әндерінде айтып жатыр. Кеше ғана әріп танымай осы жерге келген кішкентай балаларымыз бүгін міне қаншама пәндерді оқып, орыс тілін, ағылшын тілін және өздерінің ана тілін жетік біліп, оқи аласыңдар. Тіптен әнде шығара аласыңдар, иә? Білімді бала болып, мінекей бастауыштан қанаттары қатайып, орта буынға өткелі тұр. Барлықтарыңызды осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Балалар, міне Замира апайларың бірінші класстан сендерді қарсы алып, кішкентай тарыдай ғана болып келіп, бүгін мінекей таудай болып, білімді болып ұшқалы тұрсыңдар. Ең бастысы ата-аналарыңның, Замира апайларыңның осы 4 жылда сендерге берген білімін, ары қарай тәрбиесіз берілген білім тұлдайды. Сондықтан ең бастысы тәртіп. Егер тәртіп болған жерде, ол жерде білім де болады, ол жерде жаңағы сендердің саналы, салиқалы өмірлеріңді жалғасады. Сондықтан ең бастысы 5 классқа ауысқан кездеріңде апайларыңды, ата-аналарыңды ренжітпей, ары қарай тәртіпті болып, енді мына жерде үлкен сыныпқа буынға келген кезде басқа ешқандай келген сырттан келген білімдер, кітаптар жоқ. Сол ана тілі, сол қазақ тілі, сол ағылшын, сол орыс тілі, бірақ та ары қарай оны тереңдетіп, тереңірек оқисыңдар. Сендер оның қарапайым бәрін оқып келдіңдер. Енді ары қарай оны тереңдетіп, мына 5 классқа келген кезде, тіптен 5 классқа келген кезде өздеріңнің кім болатыныңды, болашақта кім болатыныңды қазірден ақ көздерің ашық, сендердің қазірден ақ кім болатындарыңды біліп тұруларың керек. 5 классқа келген кезде сол бейіндерің мен кім болатындарыңа қарай сол пәндерді тереңдетіп оқуға тырысуымыз керек. 9 класты бітіріп, қолдарыңа аттестат аласыңдар. Одан кейін негізгі мектепті бітіріп, қазір 5 классқа көтсеңдер, 9 классқа келген кезде негізгі мектепті бітіресіңдер. Одан кейін 10-11-ді оқып, орта буынды аяқтау туралы аттестат аласыңдар. Сондықтан мына құрметті ата-аналар, барлықтарыңызға мына сіздермен біздердің, яғни ата-ана, мұғалім үштігін біріктіріп тұрған біздің арамызда осы ынтымақты болатын болса, бұл балалар ешқайда кетпейді, білімді болады деп ойлаймын. Енді мына көбінесе осы бастауышпен қоштасуда өзім мына қаншама жыл осы басшылық қызметте жұмыс істеп келе жатырмын. Бірақ айтамын, мына бастауышта ата-аналар балаларын жетектеп, әйтеуір осындай бір көз қуанышы, бір мерекесінен қалмай, киімдерін тігіп, жетектеп алып келеді да, балалар қалай 5 классқа бітті, балаларыңызды бір мектепке лақтырып жібергендей болып қаласыздар. Сондықтан осы балаларыңызбен, көз қуаныштарыңызбен 11 классқа дейін бірге болып, жетектеп, ұстаздарымен бірге тәрбиелеп, білімді ұрпақ қазіргі міне еліміздің өзі міне жаңадан 30 жылдан ғана асып өтті. Біз егер 30 жыл дегеніңіз қарасаңыз былай керемет ұзақ секілді, бірақ мынандай бір мемлекеттің дамуына, экономикасының дамуына өте аз. Енді былай қарасақ, міне осы тұрған еліміздің болашағы, еліміздің тыныш болуы, осы біздің болашағымыз, осы балалар сендердің қолдарыңда. Егер сендер білімді болсаңдар, елімізде гүлдене береді, экономикасы дами береді, неғұрлым білімді болу керек. Қазір дамыған заман деп айтамыз. Біздің жылдан жылға дамыған, қазір не болып жатыр, дамып жатыр. Қолдарыңда сотовый телефон барлықтарында, аналарың алып береді. Бірақ соны жүйелі, жақсы, саналы пайдаланатын болсаңдар, сендер өте білімді болып шығасыңдар. Өздеріңе керекті ғана білімді көрсеңдер ол жерден, өздеріңе керекті ғана заттарды көрсеңдер, сендер ол жерден көп дүние алуға болады. Ол жерден оқу, ең бастысы оқу балалар. Оқысаңыз, шамшырақтарың жанады. Сондықтан егер жақсы кітаптар бар ол телефонның ішінде, сол кітаптарды оқыңдар, саналы киноларды көріңдер, сонда соған қарай сендер де дамисыңдар. Жарай ма? 5 классқа сендерді құшағымызды жайып, орта буынға сендерді күтеміз.
бақытты болыңдар. Мына алдарыңда келе жатқан жазғы демалыстарыңды өте сәтті өткізіп, ата-аналарыңмен бірге өте сәтті өткізулеріңе демалып, тынығып, жақсы 5 классқа одан да бұдан да үлкен саналы болып келулеріңе тілектеспін. Ал енді құрметті аталар, аман болайық, балаларыңыз аман болсын. Міне осы қатары еш үзілмей, жаңа айтып жатыр 27 балаға өзімізде енді мұғалім болсақ та, тіптен мұғалім болсақ та үйде өзіміздің 2 баланы тәрбиелеу оңай емес. Мына бұл жерде ұжымның рөлі өте үлкен. Балалар бірге болғаннан кейін, бірге тыңдағаннан кейін, балалардың бәрін жаңа ұжымның ішінде тәрбиелену, қоғам тәрбиеленуі, оның рөлі бөлек. Сондықтан Замира қызы сізге де шығармашылық табыс тілеймін. Енді осы балаларыңызды мен 5 классқа шығарып жібердім деп ары қарай қой тастап кетпей, осы мектептің ішінде жүрсіз, ары қарай қолдап, қоршап, осы балаларды 11 классқа жеткенше үлкен, қазір сіз бұларға анасындай болып тұрсыз. Сондықтан ары қарай 11 классқа дейін жетелеп, осы балаларға ақыл кеңесіңізді аямай, балаларымыздың ақылды болып өсуіне сіздің де үлесіңіз мол деп ойлаймын. Сондықтан шығармашылық табыс тілеймін. Аман болыңыз, жылдан жылға осындай 4 класстарды шығара беріңіздер. 4 жыл деген былай қараса көзді ашып жұмғандай, бірақ 4 жылда енемен құдық қазғандай білім алдыңдар. Сондықтан сол білімдеріңді тереңдете біліңдер. Аман болыңдар. Ата-аналарыңның алдында мектепті 11 класста өз жерде осы қатарларың жазылмай мектепті бітіріп, қазір алтын белгі деген тежеу болып тұрған жоқ. Алтын белгі алыңдар, үздік аттестат алыңдар. Мемлекеттік грант беріп жатыр мемлекетіміз. Қазір оқуға сол мемлекеттік гранттарды жеңіп алып, ата-аналарыңның қуанышы болып жүре беріңдер. Рахмет. Осымен қош сау болыңыздар.